Men Orazov Serік Қазақстан Республикасының азаматымын. Мен ішкі істер қызметкерлерінен зорлық-зомбылық көріп жүрген азаматпын. Ішкі істер қызметкерлері менің бостандығымды шектеп, өрескел заңды бұзып, менің азаматтық құқығымды аяққа таптап жүр. Мені әрдайым ізімнен соңымнан аңдып, үйімнің алдын, есіктің алдында аңдып күзетіп отырады. 1 март күні таңертең 11-дер шамасында үйден шығып аялдамаға келіп, автобусқа мінгенмін. Баратын жеріме жетіп, автобустан түскен бойым байқамай қалдым. Артымнан бір белгісіз бірнеше ер адам жабысып, ұрып соғып, қолымды қайырып, белгісіз жеке көлікке салып алды да, жолда келе жатқанда өздерінің ішкі істер қызметкеріміз деп таныстырды. Бірақ үстерінде формалары жоқ. Қызметтік куәліктерін көрсетуді талап еттім, бірақ маған куәліктерінің көрсеткен жоқ. Жолдан машина көлігінің ішінде келе жатқанда денсаулығым нашарлап бара жатқанын сездім. Қан қысымым көтеріліп, жүрек соғысы күшейіп кеткенін көзім қарауытып, артынша не болғанын сезбей қалдым. Есімді жинасам, мені роддыға әкелген екен. Қасымда медицина қызметкерлері отырғанын байқадым. Сәлден кейін медицина қызметкерлері менің денсаулығымның төмен екенін және қауіпті екенін баяндап, жедел госпитализация керек екенін айтып, мені больницаға алып кетті. Қазір ем алып жүрмін. Сол полиция қызметкерлерінен көрген зорлық, мынау істеген зорлық зомбылығынан мынау алған жарақаттарым полиция қызметкерлерінен, мінекей қолымды қайырып білген істеп, мінекей осы көрген зомбылығым, мынау мінекей жарақаттары салған полиция қызметкерлерінің. Мынау қансырап отырмын еще, мына қара. Міне қансырап отырмын. Уразов Серік в административном суде. Раньше начни запись. Нет, подошел. Угу. Ставил сюда. Бүгін 15 май 2020. Вон наверху все есть. Вон на шапке. Можешь снять. Ты сюда снимешь. 05, 15, 20. Вот участковый. Вот они. Вот его забирай. Что-то не туда пойдут, потому что вот они вот такси и все. Вот у сангин жоқ. Саки. Это дворник получается. Дворник же, да, Это дворник сидит. Он, значит, свидетель. Но у него с головы это немножко. А, Так что я навряд ли вам могу сказать, что это. Дальше есть? Да. вот вентилятор. Это получается подъезд, да? Уже к подъезду. М. Обратно в подъезд, да? К своему он идет, он домой хочет идти. Ага. Саки. А он что, не пускает, да? Он не пускает. Лейтенант? Здесь, ну, по-моему. Он не пускает, да, стоит, да? Козел. Тумақ жүрген адам. Еще снимает, да, он стоит, да?
Дауыс жоқ та, иә. Домофон скажет, маленький, конечно. Что там звук есть, да? Жопа. Что написано? Дауыстан ашу көтеріліп кетті. Он не впускает себя в подъезд. Мирки. Сын ушел. Скажите, он сейчас выйдет и выйдет. М? Все можете с ним быть. Қайда жаңылысы? Білмей кетіп қалды. Деген танысында түрін көрдің ба? Білем, өткенде Естанда отырған. Сол ұртылатты дейсің, болды все. Сол ұртылатты. Иә. Соған бәле жауап. Пульс бар ма? Ben bilgisayarı bağım gereği doğru. İndirdim de. Жирик сопайдыр. Қарамаңдар. Осы жылда өлең Айтқандай ақсы өлең. Міне мына кісі өлтірген, міне. Міне мынау. Әкеміз бар ғой дейді, тікелей дейді. Вот кінәлі дейді, әкемді дейді, тіке непосредственно өлтірген. Міне қолмен. Осы мет міне. Қарап алды қазақ елін. Міне. Ана кісі өліп қалды, жаны шығып кетті. Жүр, көреміз, жүр. Өліп қалды ана кісі. Ана кісі өліп қалды дейтін. Бітті қазір скорая помощьқа қарап атып дейтін бай. Мен дейтін бай дейді. Не врач? Кісіге вообще қолын ұшытайын мәкенде өзіңізге де мына жерде вежливо әңгіме айтып дұрыс па? Өлімге шейін бардың, әкемді бар ғой дейтін. Датука сперті өлімге шейін апардың. Көреміз дейтін бар ғой. Жерден келек дейтін бар ғой. Осылай жүресіз, ойлайсың ба дейтін бар. Біреудің әкесін өлтірді. Жер басып, талтандап жүрем деп бар ғой. Көреміз дейтін бар ғой. Рамазан ай төбесінде төбемізде қарап атқан Алла бар дейтін бар ғой. Жүрмейсің осылай секеңдеп дейтін бар ғой. Бір шалға қайнат түсіп құлатып дейтін. Етақта бір аяқ көрте дейтін, бір аяқ жүрген ауырып жүрген шал дейтін бар ғой. Ана шал дейтін бар ғой, өліп қалды. Талып құлады, жаңағы подъездге әрең керек, скорая помощь шақырып жатыр, қазір қалай кел. Бірақ әйелім дейтін врач дейтін қарап отыр дейтін, ешқандай пульс жоқ анда, ешқандай давление жоқ. Скорый келеді ма? Келеді скорый, нағыз дейтін бейтсізден адам екенсің, өткенде бір нормальный жігіт шығады. Ешқандай дейтін бар. Сен хабарласам дедің бе? Ұят жоқ екен дейтін бар, ешқандай бит жоқ сенде. Қарап етсін бар ғой. Міне қарап алды, непосредственно дейтін бар. Не два мы служим удостоверение. А? Курсе служим удостоверение. Курсе служим удостоверение. Я жарайды сенің маған мынаны дейтін. Мордың жарайды маған.